Бәріне қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен осындай сочный болып шығатын уйгурский мант жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші біз мұнда ұн құятын боламыз, 600 грамм. Одан кейін мұздай суымызға тұзды араластырып жарты қасық ерітіп аламыз. Жақсылап бәрін еріту қажет. Ұнның арасын ашып алып, суды құямыз. Жақсылап араластырамыз, ешқандай түйіршік қылмау қажет. Бұл манттың ерекшелігі қамырында, яғни тестосын қайта-қайта күштілеп илейтін боламыз. Ешқандай түйіршік қылмайтындай етіп араластырып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, осылайша жыртып, бәрін мұқият күштілеп араластырамыз, илейміз. Ешқандай түйіршік қылмау үшін осылай жасаймыз. Және осы дайын болған қамырды жарты сағатқа целлофанға салып қойып қоямыз. Тура видеода көрсетілгендей жасаймыз. Қазір бұдан конверт жасап қойып қоямыз. Міне осы жасаған әдісті тек бір рет қана емес, 2 рет жарты сағатқа, яғни ол 1 сағат тұру қажет болады. Сол 1 сағаттың арасында тағы да бір илеп, осылай бастыратын боламыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. 1 кило фаршқа 1 кило пиязды қосамыз, сосын тұз қосамыз. Тұз 1,5 чайный ложка. Сосын 100 грамм су құямыз. Күштілеп араластырамыз. Начинкамыз дайын. Енді жарты сағат тұрған тестаны алып, тағы да күштілеп жыртып илейтін боламыз. Ешқандай түйіршік қалмау қажет. Бірақ бұл әлі қамырымыз дайын деген сөз емес. Тағы да жарты сағат тұру қажет болады. Тура видеода көрсетілгендей етіп күштілеп істейміз. Тағы да целлофанға салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын. Енді қамырымызды икемге келтіріп, бөлік етіп шаятын боламыз. Міне осындай болу қажет. Қамырды бірінші екіге бөліп аламыз. Сосын дөңгелекше етіп илейміз. Видеода көрсетілгендей етіп. Сосын пышақпен кесіп, дана-дана етіп